Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Ama ba'd. Kıymetli hacılar, Allah Teala'nın kalavымен en kasiyetli ekenlerge, Peygamberlerдің табаны тиген жерлерге сапарға аттанып жатырмыз. Аллах Таала баршамыздың ниеттерімізді қабыл етсін. Және де Аллах Таала баршамызға мәбрур қажылықтар нәсіп етсін. Құрметті қажылар, қасиетті Құран аятына зер салсақ, Аллах Таала Бақара сүресінде былай деп бұйырады: Аузу биллахи минеш-шайтанир-раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва из қала раббука лил-малаикати инни жаилун фил-арди халифа. Еске ал, сол кезде періштелерге мен жер бетінде өзімнің орынбасарымды тағайындаймын деді. Сонда періштелер қан төгетін, бұзақылық қылатын адамды жер бетінде халифа қылмақшысың ба, я Алла, деп таң қалды. Алайда Аллах Таала, мен бір нәрселерді білемін, сендер білмейсіңдер, деді. Осылайша міне пенделерінің арасынан пайғамбарлардың шығатындығын, пайғамбарларға иман етіп, жанында еріп, көмекші болатын сахабалардың шығатынын, әулиелердің шығатынын, және де пайғамбарларды көрмесе де иман ететін, сіз бен біз сияқты қияметке дейін келетін момын мұсылмандардың келетіндігін, Аллах Таалаға көрмей, пайғамбарға көрмей, періштелерді көрмей, тағдырға иман ететін, қияметке иман ететін сондай бір жандардың келетіндігін Аллах Таала біліп тұрған еді. Сол себептен Аллах Таала періштелердің барлығына мен сол қолымды жаратқан кезде соған сәжде етіңдер деп бұйырған еді. Бүкіл аспандағы бүкіл жаратылысқа. Сол сәтте бұл бұйрық әрине жындарға да, шайтандарға да барлығына бірдей жүретін еді. Ендеше Аллах Таала не дейді? Бүкіл періштелер сәжде етті, алайда Әбліс қана сәжде етпеді, сәжде етуден бас тартты. Осылайша ол шектен шыққан, күпірлік танытқандардан болды, дейді. Ва құрметті қажылар, Аллах Таала бір бұйрықтарды берген екен, жалғыз ғана періштелерді қамтитын, немесе солармен, періштелермен қатар жындарды қамтитын. Алайда ол бұйрығының ішінде адамзат, жан жануары жоқ еді. Яғни адамға сәжде етіңдер деген бұйрықты берген еді. Ендеше бір бұйрықтарды тек қана өзіне иман еткен мұсылман жандарға ғана бұйырады. Істе деп, намаз оқы, ораза ұста, зекет бер, қажылыққа бар деп, иман еткен жандар ғана бұны істейді. Енді ойлап қараңыз, бір бұйрықтары періштелерге және жындарға бағытталатын болса,
bir buyruqtары адамдарға бағытталады, періштелерді басқаларды қамтымайды, жан жануарларды. Алайда Аллах Тағаланың бір-ақ бұйрығы бар екен, қасиетті Құранда бұйырады: «Ва мумындар, ва иман келтірген жандар, ол бұйрықты мен де істеймін, періштелер де істейді. Ей иман еткен жандар, сендер де істеңдер» деп тұрып бұйырады. Ол қандай бұйрық? Ол салауат қана. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға Аллах Тағала қасиетті Құранда: «Инналлаха ва малаикатаху юсаллуна алан наби, я айюхалладина аману, саллу алейхи ва саллиму таслима» деп бұйырады. Ва иман келтіргендер, инналлаха, расында Аллах Тағала, ва малаикатаху, оның періштелері, юсаллуна алан наби, пайғамбарға, ардақты сүйікті пайғамбарға, Мұхаммад Мұстафа саллаллаху та'ала алейхи вассаламға салават айтуда. Алланың салаваты ол мейірімін жаудыруы. Періштелердің салаваты ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға Алладан мағфират дұғасы. Ал ендеше, ей мумындар, иман келтірген жандар, сендер де қосылып салават айтыңдар деп. Міне ойлап қараңыз, бүткіл әлемде біз салават айтқан кезде Аллах Тағаламен бірге, періштелермен бірге бізге де бұйырып тұр екен осы салават айту. Енді елестетіп қараңыз, бүкіл әлемдердің Раббысы болған Аллах Тағала, бүкіл пәк, күнәсіз болған, сәждеде болған, тек қана Алланың бұйрығын жасайтын періштелер пайғамбарға салават айтып атқан болса, ей құрметті қажылар, ойлап қараңыз, қандай дәрежеге ие болып жатырмыз. Сол пайғамбардың біздер басына барып сәлем, салават айтуға бара жатырмыз. Сол ардақты пайғамбардың қасиетті мекенінде туылған жеріне бара жатырмыз. Сол пайғамбардың табаны тиген жерге бара жатырмыз. Ва құрметті қажылар, сондықтан біздер көптен көп шүкір етейік, истиғфар айтайық. Құрметті қажылар, сол сүйікті пайғамбарымыз айтады: көптен көп истиғфар айтыңдар, Аллах Тағаланы еске алып кешірім сұраңдар. Себебі Аллах Тағала кімді кешірім сұраса, тәуба етсе, кешіре салады екен. Мысалы, хадистерде келетіні, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: бұрынғы үмбеттерде бір кісі 99 адам өлтірген екен. Бір кісінің жанына келіп, мені Аллах Тағала кешіре ме, мен 99 адам өлтірдім десе, Құдай сақтасын, сенің жасаған бұл күнәңді әй Құдай кешірмеді ау деп айтқан екен. Сонда әлгі кісі сәл ойланып, қапа болып, 99 не, 100 не, сен де өле қал деп, сол жерде өлтірген екен. 100 адам өлтіріп, сол кезеңдегі салих құлдардың, ізгі жандардың біріне жолыққан кезде тағы сұраған екен: мен 100 адам өлтірдім, мені Құдай Тағала кешіре ме деп. Сонда ол кісі айтқан екен: Алладан басқа кім кешіреді деп. Сізді осынша күнә менен Алладан басқа кім кешіреді? Міне осылайша ол кісіге тәуба насip болған екен. Аллах Тағаладан кешірім сұрап,
tövbe etip Allah'a qaytkan eken. Yani şın yürekten mынау жақсылыққа қарай оралған екен. Сонда әлгі тәубаға шақырған кісі ескерткен екен. Құрметті бауырым, сен енді тәубаға келдің ғой. Жамандықты саған еске салатын жақтардан аулақ бол. Егер ауылыңда сондай жамандықтан шыға алмайтын бір жер болсаң, ауылың саған сондай бір жерге айналған болса, сен о жерден көше сал деген екен. Басқа ауылға қарай көше сал десе, әлгі кісі тәубасын растайтын болып, иманында берік болып қалу үшін ол ауылын тастап көшкен екен. Аллах Тағаланың қалауыменен жарты жолда келесі ауылға көшіп бара жатқанда Азраил періште Алланың бұйрығымен жанын алып, ол жан тапсырып Аллаға қауышқан екен. Сонда жақсылық пен жамандықтың періштелері, азат пен сүйіншінің періштелері екеуі таласқан екен дейді. Біреуі бұл жаман адам, 100 адамды өлтірген күнәһар адам, оны біз алып кетуіміз керек десе, жақсылықтың періштелері жоқ, бұл адам тәуба етті ғой деп айтатын көрінеді. Сонда Аллах Тағаланың қалауымен Алладан пәрмен келген екен. Бұл адамның адымдарын санаңдар. Жақсылыққа қарай көшіп бара жатқан ауылына жақын ба, әлде өзінің жамандықты еске салатын, жамандық жасаған ауылына жақын ба деген екен. Сол кезде санаса бір риуаяттар айтады. Бір адым жақсылыққа қарай жақын болған екен дейді. Бір риуаятта келетіні теңдей болған екен дейді. Сонда Алла Тағала мейіріміне бөлеп, жерді бір адым жылжытқан екен дейді, жақсылыққа қарай. Сонда әлгі адамның амал дәптерінде жақсылыққа қарай бір адым жақын болған екен дейді. Сонда періштелеріне Аллах Тағала бұл адамды кешірдім деп, жақсылардың қатарында міне деп, періштелері оны жақсы құлдардың, ізгі жандардың қатарында болатынын, солардың қатарында есебі алынатындай қылып әмеле жасаған екен. Міне құрметті қажылар, Алла Тағала сізбен біздің барлық күнәларымызды кешіретіндей бір амалға бұйырып, өзінің ең қасиетті мекеніне алып келіп жатыр. Ендеше құрметті қажылар, сапарда өзіндік қиыншылықтар болады, машақаттар болады. Сапардағы қиыншылықтарды біздер төзімділікпен, сабырлықпен, Алланы еске алумен, шүкіршілікпен өткізуіміз керек екен. Алла Тағала сізбен бізді кешіру үшін осы сапарға алып келіп атқан болар. Сізбен бізді Алла Тағала анадан туылған сәбидей болсын деп, жер бетінен бүткіл мынау бара жатқан қажылардың, барған қажылардың бәрін шақыртқан болар. Ләйім, сізмен біздің тәубаларымыз шынайы болып, Алла Тағаланың құзырында бүткіл біліп істеген, білмей істеген қателік күнәларымызды кешіретіндей қажылық болсын. Тағы бір хадисте Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам бір кісінің оқиғасын айтып береді. Ол кісі
amal dafterinde tök savabı yok eken. Tök savabı yok. Ешқандай жақсылық жасамаған адам. Ойлап қараңыз. Сол кісі Алланың қалауымен өлім сәті келген кезде бала шағасына өсиет етеді дейді. Мені өлгеннен кейін денемді өртеңдер. Денемнің күлін бір бөлігін далаға, бір бөлігін сайға ағызып, бөліп, тіпті күлін де қалдырмаңдар деген екен. Сонда қиямет күні сол адамды Аллах Тағала тірілткен кезде неге олай істедің деп айтады екен. Неге олай істедің десе, ей жаратушы Раббым Алла, мен сенімен жолығатын осы күннен ұялдым. Мен осы күннен қорқтым деп айтады екен. Сонда Алла Тағала ұялуға мен лайықтырақпын, сені кешірдім деп айтады. Құрметті қажылар, осы отырған баршамыздың Алла білет таулардай зіл басқан, арқалап жүрген, аспандардай биік, теңіздегі бетіндегі көпіріктердей күнәларымыз бар шығар. Алайда Аллах Тағала ешқашан үмітсіз болмаңдар дейді. Қасиетті Құранда Құл Я ибадияллазина асрафу аля анфусихим ла тағнату мин рахматиллах. Айт сен, ей Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам, күнәда шектен шыққан, күнәда белшелерінен батқан, ысырап қылған, нәпсілерінің құлы болып кеткен күнәһар құлдарыма айт, ла тағнату мин рахматиллах. Аллах Тағаланың рахметінен үміттеріңізді үзбеңіздер. Аллах Тағаланың берімінен, рахмынан үміттеріңізді үзбеңдер. Инналлаха яғфиру зунуба жамиа. Аллах Тағала бүкіл күнәларды кешіруші. Иннаху хуал ғафурur рахим. Расында ол кешірімді, өте мейірімді. Осылайша міне құрметті жамағат, сіз бен біз кешірілуге қарай бара жатырмыз. Аллах Тағала баршамыздың қажылықтарымызды қабыл, күнәларымызды кешіріп, сәбидей болуымызды нәсіп етсін. Құрметті қажылар, ихрам кезінде көптен көп Алланы еске алыңыздар. Мынау санаулы минуттардан кейін, санаулы уақыттан кейін біздер Алланың белгілеген шекараларының бірінен, яғни миқаттан өтетін боламыз. Міне, құрметті қажылар, лаббайк, Аллахумма лаббайк, лаббайк ла шарика лака лаббайк, иннал хамда ван ни'мата лака вал мулк ла шарика лак. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك
la şerike lek deb zikir etip жүрегімізді ұмытпайық. Ләббәйк дегеніміз құзырыңдамын, бұйрығыңа дайынмын. Ләббәйк, Аллахумма ләббәйк, құзырыңдамын. Аллахым, бұйрығыңа дайынмын. Бұйыр. Ләббәйк ла шәрике ләке ләббәйк. Бұйрығыңдамын, құзырыңдамын, Раббым. Бұйыр. Senin serigin жоқ, senin ortağın жоқ, sen жалғызсың. Innal hamda, расында бүткіл мадақ мақтау, ва ни'мата, және бүкіл нығмет, ләка, сенде ғана, саған ғана тән, вәл мүлк, және билікте, патшалықта, бүкіл байлықта, ләка, саған ғана тән, лә шәрике ләк, сенің серігің жоқ, сен жалғызсың, деп Алланы еске алып отырамыз. Ва құрметті жамағат, бұл зікір ихрам кезінде Аллаға ең ұнамды зікір екен. Міне қанша мың метр жерден биікте сіз бен бізге бір ұшақ толықтай барлығымызға Аллах Тағала нәсіп етіп, Алланы еске алуды, осындай нығметке бөленуді сіз бен бізге нәсіп етіп отыр, құрметті жамағат. Сондықтан құрметті жамағат, көптен көп Аллах Тағаланы еске алуды ұмытпайық. Алланы еске алу жүректі тыныштатады. Әлләзина аману, сондай-ақ иман келтіргендер. Ва татмаинну қулубухум бидикриллах, олардың жүректері Алланы еске алумен тынышталады. Әла бидикриллахи татмаиннул қулуб, біліңдер, Алланы еске алумен ғана жүректер тынышталады. Ва құрметті жамағат, Алла жалғыз, Алладан басқа Құдай жоқ. Бәрімізде Аллах Тағаланың құлымыз. Осындай нығметті нәсіп етіп жатқан Аллах Тағалаға сан санақсыз мадақтар болсын. Сіз бен бізді адамзаттың қатарында жаратқан, сіз бен бізді мұсылмандардың қатарында қылған Аллаға сан санақсыз мадақтар болсын.